Бәріңе сәлем, бұл екінші тайм арнасы және менің YouTube арнамда алғашқы подкаст жігіттер. Bir жыл бұрын ашылды менің YouTube каналым және жаңа жылға орай достарымды шақырып кішігірім бір дастархан басында бүгін жылды қорытындылаймыз. Екінші тайм арнасы қош келдіңіздер, келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын және достарым бүгін. Жаңа жылды менімен бірге қарсы алып, сіздермен бірге келіп жатыр менің алғашқы подкастым. Құттықтап қойсаңдар болады мені. Құтты болсын. Менің достарымды негізі жақсы білетін шығарсыңдар. Комментаторлардан бастайын. Әлімжан Асқар. Екінші рет уже. Қайта бер. Жоқ, сен де комментаторсың ғой. Блогер. Болашақ. Болашақ, иә. Болашақ комментатор. Әлімжан Асқар. Соққы және гол YouTube арнасының авторы дейін ба? Авторы иесі медиа магната. Негізін қалаушысы. Медиа магнат деген мед туралы ма? Мед, иә. Жоқ, бұл медиа магнат. Негізі медиа магнат болу керек. Негізін қалаушысы тұңғыш президенті канал басы. Және соңғы президенті. Соққы мен Әлімжан деген бір ұғым ғой негізі. Әлімжан Тасболатұлы. Мен сені көбіне Әлімжан Манесане деймін. Ыңғайлы болу үшін менде контактіде солай жазылып тұр. Әдемі. Және тағы бір комментатор Дидар Есемов деген менің әріптесім. Екеуміз бірге біраз жұмыс істедік негізі. Әуесқой лигаларда Алматыда. Және мен Есет Төлеш. Келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Бүгін кішігірім жігіттер 2023 жылды қорытындылаймыз. Футболды кейінірек қалдыра салайық. Әзірше сендер туралы. Әр қайсың енді бір тұлғасындар ғой қазір. Футболда. Сондықтан өмірде емес. 2023 жыл қалай болды деп сұрақты қойып, мен өзімнен бастайыншы. Бұл менің каналым ғой. Есет, 2023 жыл қалай болды, сен айтшы. Өте қызық болды. Биыл қарашада менің YouTube арнамды ашқаныма 1 жыл болды. 1 ай бұрын. 1 жылда негізі жап-жақсы өстік деп ойлаймын. 7500-дей подписчик бар негізі. 8000-ға жетейік тездетіп. Алғаш рет демеуші таптым деп видеоның басында сразу демеушімді айтып тастайын. TNC.kz букмекерлік орталығымен жұмыс істеп бастадым. Және Сетанта телеарнасына жұмысқа кірдім деп айта беруге болатын шығар. Кастинг болды, жылдың соңында бірнеше адам таласып, кастингте ақыры Сетанта телеарнасына жұмысқа кірдім. Алғашқы эфирлерім болды, үстел теннисін жүргізіп ең бірнеше матчымда Бетис пен Реалдың ойын жүргіздім ғой. Әлімжанмен бірге екеуміз отырып жүргіздік. Мен Бетис пен Реал жүргіздім, сен Бетис пен Реал. Осы жерде де Бетис пен Реалды жүргізіп отыр ма? Мен үшін Бетис екі түрлі клубты Бетис. Сол мен жүргізген ойында ничего қалды ғой Реал Мадрид. Мен сол ойында өзім сұрап алдым, Есетпен жүргізейінші деп. Бірінші ойыны ғой, есінде қалады ғой. Есімде қалатындай болды егер ертең. Кішкене ауырады біріншісі, бірақ кейін есте қалып айтып отырасың. Кейін оның өзі негізі Реал ұтып кетсе қызық болмай қалатын еді маған. Реал Бетис жүргізген шығар. Қалай? Мүмкін тек қана Реал Бетисті жүргізген шығарсың деймін да. Команданың аты Реал Бетис қой. Мынаны қырқа салыңдар енді. Сендерде қалай болды? Реал из города Бетис десей, Сагненко. 2023 мен үшін табысты жыл болды. Енді сен айтып жатқан бәрін біз бұрын өтіп кеткен бізді. Құдайға шүкір. Мен енді өтемін. 2024 жыл сендердің жылдарын жігіттер. Сен отырмын сендерге. Жол ашып бердік енді сол жолмен, сара жолмен дараланып жүре беріңдер. 2023 жылы қызық времядан басталды эфир. Тоқаев сөйледі 00:00-де. Олай прям қатты емес. Сен соға дейін кетіп қалдың. 12-ден 30 кеткенде. 1 қаңтар 00:00. Тоқаев сөйледі, одан кейін Тоқаевтың двойнигі сөйледі. Сөйтіп Тоқаевтың двойнигі деп сен өзіңді айтып өзімді айтып отырмын ғой. Отбасында Құдайға шүкір. Бұл соққы және гол емес, екінші таймның подкасты сол. Сен пояснение керек. Алғашқы сөздерін айтып, папа деп, мама деп сөйлеп жүр. Қызың қаншада сен? 1,5-ға толды. Нені алуда қойдық анау, мемлекеттен не береді ғой, ақша береді ғой. Пособие ма? Пособие, сәл қиын болып болды. Ол 1 жылға дейін келді. Медиа магнатқа керек біз. Бір памперс алатын едік қой. 1 штук. 60 мың. Соққы және гол, Телеграм 50 мың адамға жетті, YouTube арна оқырман саны қатты маңызды емес. Қаралымдар тұрақты, студия жаңғырттық. Демеушімізді ауыстырмадық. Ауыстырдық қой. 2023-те ауыстырдыңдар. Бұрында асеп жүрген сияқтымыз да біз. Соны ойлап қоямын. Жалпы Бексұлтанмен достығымыз жалғасып жатыр. Нығая түсті. Сетантада топ матчтар жүргіздім, Қазспортқа барып матчтар жүргіздім, шетелге барып келдім. Грузияға барып келдім. Әлі Арменияға бардым. Грузия, Ресей, Әзербайжан, Кипрдық қоя берейінші, шыққанда барып келетін жүрмін кезде. Жаңа жылдың атмосферасы сезіп жатсыңдар ма жалпы? Күшті болып тұр. 2023 өзім шүкір
халқымның арқасы ғой енді, ұнады маған. 2023 жыл өте жақсы. Сен телеграмда 50 мың адам ба? Мен сәл қалыпты ғой. 10-ақ есе қалып тұрмын. Менде қазір 5 мың. 45 ақ адам қалыпты. Телеграм арнама жазылыңыздар. Әңгіменің бәрін рекламаға жүреді екенсің. Соны айтамын. Басында құтылып тастап сосын спокойно әңгіме айтатын. Сонымен болмаса сен соңында айтуың керек еді. Сенен кейін уже қызық емес болып қалатын сияқты. Мына кісі енді мынау 28 елге барып келген адам сөйлейді емес. жоқ, 2023 жыл маған да өте ерекше болды. Себебі енді мен енді профессионалды актермын ғой. Бірақ енді футболды қарап, Бірақ оны ешкім білмейді. Білетіндер де бар. Футбол Мен білемін. Рахмет, брат. Мен актер екенін білемін, бірақ енді кәсіпқой деген. Менде маған өзі айтқан актермін деп. Сеніп жүрмін соған. Футбол ойнап бала кезімізде жүрдік, футболға қатысып көрдік. Енді бірақ жарақат алғанмын мен бала кезімде, сол үшін профессионалды тұрғыда футбол ойнауға болмайды. Бірақ әрдайым футбол көріп, сол футболдың айналасында болғым келіп жүретін. Енді білмеймін, мен төбеден келген сый шығар деп ойлаймын. 2023 жылдың осы февралынан бастап YouTube арнада кірдік, сол жаққа жұмысқа кірдік. Бұрыннан сияқты 10 жыл болған сияқты. Мен айтып отырмын ғой, жаңа Қызық премиядан басталды деп. Қызық премияның эфирінен басталды ғой. Сонда бір жыл болды да. А мен бұрыннан танымал адам сияқтымын да. Танымалдар ішіне кіріп кеттің бе уже? Мен өте танымал адам ғой. Көшеде күніне бір 10 адамдай суретке түседі мысалы дейсің. Мен көрдім бір-екі рет. Тамақ жеуге барған кезде адамдар келіп, амандасып, футбол сұрап, мен де отырмын мысалы қасында ше. Сол, рахмет сол халқымның арқасы. Кеше сен суретке түсіп тұрсың. Суретке түспейді жаңа. Футбол не болып жатыр деп сұрайды. Сен суретке түсірген моменттер болмады ма? Жоқ. Мен де айтпақшы, 2023-те мәссаған ұмытып кеттім. Мені 2023-те бірінші рет таныды ғой адамдар. Мәссаған. Қайдан танымай дейін ба? Қайда? Баняда. Менікі де сол. Ең бірінші мен таныған баняда еще суретке түсейікші деді ғой. Баняда ма? Баняға барып келеміз ғой. Баняда танымал. Баня біздің аудитория. 23-ке дейін таныған. Баняда ма? Жоқ, ана бір анекдот бар еді ғой. Бірдеңке өліп қалды ма не деген. Білмеймін оны. Білмейді екенсің. Керісінше көтердің ба не дейді. Жоқ. Мен бардан қайдап шығып келетсем, бір жігіт айтады, мен сізді танимын ғой бір нәрсе деп. Екінші рет ауырып жүрген кезде мына жерін қияслайық. Екінші рет ауырып қимайсың ғой. Осылай ұрасылайық. Кімнің қандай адам екенін білсін. Бұлар соққыда қият андай приколдарын. Өткенде бір программа бар ғой жақта. Әлекең өткенде бір программа барып қойған, сияқты да сәл аузынан не қылған, жаңылсыз. Өз сондай кісі әйеліне жіберем деп. Не болды? Еш нәрсе болған жоқ, айта бересің. Әңгімемізден үсіп кеттік. Мен айтайын онда, сол футболға келдім, жұмыс жасадық, енді Құдайдың берген сыйы шығар. Влог бастаған кезде енді Қазақстан Дания деген матчта. Сен содан бастадың ба карьераң? Жоқ, влогтың карьерасы негізі Қазақстан Словениядан басталған. Бірақ енді қалың жұртқа былай кеңінен тарап, жалпы адамдар тани бастаған. Словениядан ұтылып қалдық. Иә, мен ойлаймын сол Қазақстан Дания деп, себебі бұл да бір енді сый. Енді влог түсірген кезде андай да көбісі жаңағыдай сен түсіруің мүмкінсің, сен бүкіл эмоцияңды беруің мүмкінсің, бірақ егерде біздің ұлттық құрама немесе бір қандай да бір клубтар ұтпай жатса, оны енді ешкім көргісі келмейді дегендей ғой, ол түсінікті. Ана жерде керемет сценарий, керемет камбэк, просмотр қаралым өте көп жиналды. Сонымен бір өзіме де бір сенімділік берді, и халыққа да былай не қыла бастады. Сосын Әлекеңмен таныстық. Сол ойыннан кейін как раз Қайраттың ойынын орталық алаңда көріп жатқан кезде Әлекең жазды, соққыға шақырды. Сол Чемпиондар лигасының финалына бардым. Сонда сен Әлекеңмен таныстық деп айтасың, менімен танысқандай. Тоқта, сен келе жатыр. Әлекең таныстырдық. Примерно сосын бір аптадан кейін екеуміз танысып. Жоқ, сөйтіп жүргеннен кейін Чемпиондар лигасының финалына бардық. Сосын Дидар Есенов, Дидар Қадыров, Есет Төлеш, Ермұхамед Мәулен, жаңағы Ербол барларымен танысып, енді осы ортада жүрміз. Білмеймін, осы жылға айтқан кезде жалпы биыл қанша елге бардың? Бір 5-6 елге барған шығармын. 5-6 көп сияқты. 5-6 елге бардың ба? Жоқ, мен жалпы негізінде транзит деген санамаймын десе. Транзит деген санамаймын. Мен жүргенін санаймын. Құраманың өзіне қанша матч? Астананың матчтарымен бардың сен. Бешикташқа барып келіп жүрсің. Бешикташ ол Чемпиондар лигасының финалы. Чемпиондар лигасы Турцияда. Қара, санайық. Астанада, Хорватияда болдым, Загребте, Прищинада болдым, Косовода, Чехияда болдым, Плзенде. Бірақ Плзенге мен оған дейін барып қойғам негізі, өзім турист ретінде. Сосын құраманың матчтары бар ғой? Ұлттық құраманың матчы Пармаға бардым. Сосын өткенде Словенияға бардық. Копенгагенге Чемпиондар лигасы. Финляндияға барған. сосын ұтылып қалдық қой. Иә? Копенгагенде.
сол түркияда адам таныды ғой мен сол кезде мен түсіндім. түрік па? Жоқ, қазақ қой. Түркияда оқитын қазақ жігіт. Сосын кетіп бара жатырмын, соққы және гол дейді. соққы және гол деп танығанда бір более приятнее. Себебі мне кажется, мен де жалпы сол соққыға барып жүріп кішкене елдер былай бетінен білетін болды да. Әйтпесе біз баяғыда комментаторларды дауыстан көбісі ажырата алмайды енді. Көшеде жүрсе мынау айқайлап жүрмейміз ғой. Қадірмен достар, анау деп. бүгін бізде Сол қапталға пас деп отырмаймыз ғой көшеде жүріп. Сен өйтіп айтпайсың ғой негізі. Орысша Мен орысша жүргізетін. тану туралы айтып орысша жүргізетіндерді вообще ешкім танымаймын ба? Иә, журналист ретінде көбісін білет. Ербол Қайыров сияқтыларды ол енді. Ау? енді бір жаңа тану туралы теманы жауып тастайын дегенім. Жауап салшы. Тану туралы темаға келетін болсақ, білмеймін, маған қатты әсер еткені енді шүкір ғой, стадиондарға барған кезде келіп тұрады, суретке түсіп тұрады, кішкентай інілеріміз түсіп тұрады, ағаларымыз түсіп тұрады, бірақ ең маған не ғана Ордабасы Легия матчына бардым мен Шымкентке. Сол кезде бір стадионда танысымды көріп қалдым да, сонымен екеуміз сөйлесіп тұрғанбыз. И мен бір 5-ші ма 6-ші ма қатарда тұрдым. И мен көзімнің қиығымен көріп тұрмын да, екінші қатардан бір үлкен кісі аға. Біздің әкелерімізбен жасты 60-70-тегі аға бүйтіп мені байқап қалды, орнынан атып тұрып маған келе жатқанын көрдім да. Мен көзім қиығымен келіп тұрмын. Мен түсініп тұрмын ішімнен мына кісі маған келеді ғой қазір деп. Сонымен келеді де, ой балам молодец, жаңа сенің жасап жатқан жұмыстарың ұнайды, көріп жүрмін, подкасттар ұнайды деп қолымдаған кезде, иә, өзіміз қатарлылар, өзіміздің кішкентайлар немесе сәл үлкендер түсінікті да, бірақ саған сондай үлкен кісі келіп жаңағыдай енді бата дейді ғой, батасын беріп тұрған кезде мен білмеймін, қатты бір ішімнен сол кезде қуандым. Просмотрларым содан жақсы шығар, может. Мүмкін. Сол батадан кейін. Мүмкін. Прикол ұстай ма? Жоқ, шын мен сол қатты бір андай не болды да, себебі аудиторияң сенің бір определенный возраст емес та, ол кең, яғни сен үлкен адамдарда сенің айтқаныңа, енді біз оның баласындай адаммын ғой мен, сенің айтқаныңа грубо говоря, тұр үлкен адам танығаны, кішкентай адам танығаны биік көріпсің. Футбол жастар қарамайды дейді ғой. Жоқ, олай емес. Кезгі аудиториясы менсінбей тұр ғой сонда. Жастар таныса танимыз. Дидар, сені ең ерекше қай жерде таныды? Баняда. Жоқ, автобуста ғой, сол автобуста кішкентай балалар бүйтіп тірел қарап тұрады да, иә, мынау автобуста жүріп барады ма деп өзім ыңғайсызданып қаламын бар ғой бүйтіп. Енді бүйтіп енді қарапайым автобуспен жүремін дейді. Иә, ал соққы және гол деп бірінші рет анау осы жылы болды айтпақшы, 23 жылы медиа матч болған. СДФМ или Амкал соны Есбол Қарағұл екеуін жүргізіп, сол жерде жаңа перерыв болып шығып баратсақ, кішкентай балалар жүгіріп келеді, олар футболка берші, анау деп сөз сұрай бастайды. Сіз ғой соққы және гол деп, иә. Әдемі. Негізі 2023 жылы төртеумізге де былай табысты болған ғой, сонда. Жақсы жалпы қазақ футболы жайлы айтатын адамдар үшін табысты. Иә. Өйткені бірінші кезекте құрамаға байланысты ғой бәрі. Сол ғой, бәрі нәтижеге байланысты. Иә, сол құрама 2024 одан да күшті болсын. Маған осылай Берлинде отырсақ төртеуміз жазда подкаст түсіріп. Мына жерде кола емес, басқа зат. Кола бола берсін. Қымыз. Неғып өтпей жатсың да? Немен естідім бүгін? Басқа вайппен келдің ғой сен. Басқа вайп емес, просто Берлин, Германия ол бір затымен известный. Киноларын. Иә. Ол жаман болып кетті. Жоқ, өзім 2023-те телеканал ауыстырдым. Иә, айтпақшыдан. Спорт плюс. Ситантадан есетке орын босат бердім деп қойса. Жоқ, ешкімге ештеңке босатқан жоқпын, просто кетіп қалдым, басқа канал, жаңа арна ашылды, Спорт плюс, өзіме ұнайды. Спорт плюстың ең бірінші тікелей эфирде болған студиясын жүргіздік. Ол да қызықты бір экспириенс болды. Сол Словения емес па, иә? Бешикташтың матчтарын жүргізесіңдер. Бешикташтың матчтарын жүргізесіңдер. Бұйырса, иә, неше түрлі ойындар. Не үшін Бешикташтың матчтарын жүргізеді? Түркия чемпионаты. Жоқ, Түркия кубогы. Инспортта ғой. Түркия кубогы. Кубокта жүргізеді. Ұшып кетпесін. Айтшы жүргізесіңдер ғой? Ұшып кетті. Неше түрлі ойындар да, ол жерде тек қана футбол емес, теннис те бар, басқа да спорт түрлері, ММА-ға өте қатты упор жасалып жатыр. Мен үшін қызық, негізі мен осындай бір 2 жыл сайын әйтеуір бір канал ауыстырып, осы Қазақстанда жалпы спорт саласында болған телевизиялық каналда қалмаған шығар, мен істемеген. Сол настолько канал қамат новыйын ашып беріп отыр. Қайта новый ашыла береді да, дейді жүрсе. Инспортта істемеген шығарсың? Инспортта жай эфирде. Істедің ба ода да? Иә, болған. Хабарда ше? Хабарда жоқ, хабарда болған. Вот саған мотивация. Хабар ол спорт канал емес қой. Хабарда эфирлер бар ғой, бокс бір нәрселер. Эфирлер бар, иә.
футболға оралайық. Оралайық дегенде бармадық қой футболға біз. Футболдан бастадық қой негізі бәріміз. Жоқ, футболға оралайық дегенде футбол туралы айтпадық қой дегенім ғой. Екінші тайм арнасы ораламыз біз. Соққы және голға барғанда үндемей отырамын мен. Екінші таймда ораласың деді. Под трибункадан шығып жатырық қой анда примерно. Кетеміз бе? Иә, шығып жатырық қазір. Зор отыр қой. Бірінші таймға шығып жатырық. Енді 2023-те қазір қорытындылап ұзақ әңгіме айтудың керегі жоқ. Бір жылда матчтар деген масқара болды. Оның құрама бар, КПЛ бар, Еврокубок бар, топ-5 лига бар, Сауд Арабиясы қосылды қазір. Сондықтан кішігірім бір номинациялар. Сол бойынша жылды қорытындылап өтуге болады. Әркім өз ойларында айтыңдар. Жыл жаңалығынан бастайық. Жыл жаңалығы кім болды сендерге бей? Жыл жаңалығы болғанда бұл жерде новость года деп білмеймін. Жалпы осы жылдың бір ең ашылған футбол осы футбол саласында, футбол әлемінде бір ашылған нәрсені айту керек қой. Жаңадан бір жаңарып. Сөйтіп мен үшін ол Жирона. Ол қазіргі әсері ғой сонда ол? Қазіргі ғой. Жыл ойнаған. Қазіргі емес. Мысалы Ньюкаслшы. Жирона не айырмашылығы? Астон Жоқ, Вилла. ол өзінің ойы ғой дұрыс Менің қой. ойым ғой. Қазір Ла Лигада бірінші орында тұр. Ньюкасл нәтижесімен таңғалдырды. Жоқ, сол анау премьер бергенде сол қателікті соңғы айдыкін Иә. еске түсіріп анау. Оскарда да сондай ғой. Иә, ақпанда түскен фильмдер не болды мысалы? Біз маусым басталғалы бері 3-4 ай өтіп кетті ғой. 3-4 айдан көп те болды. Августта Біз басталды. осы маусым жаңалығы деп отқан жоқпыз ғой. Жалпы жыл жаңалығы мен үшін жыл августта басталады. Мына екі айдан. Екеуміз ақ киінгенбіз достар, қара киіндіргеннен ақпен қарады. Сол мен үшін ол Жирона, өйткені сондай жалпы сондай история жасайтын командалар жылдан жылда азайып жатыр. Ондай жалпы болу мүмкін емес деген де ойлар кетіп жатыр. Соңғы рет Лестер еді ғой сөйтіп жанған, бәрімізге бір жарық жанған. Бірақ мына жерде Лестерге қарағанда бір ерекшелігі бар. Жирона тек қана нәтижемен емес, өз футболымен таңғалдырып отыр да. Кәдімгідей топ команданың деңгейінде ойнап жүрген клуб қой. Голдар санынан қарасақ, жаңағы XG болсын, сосын жаңа тұлғаларды ашқан команда. Не десек те, иә, сол Довбек. Еще Реалдан ғана атылды ғой осы маусымда. Иә, мен үшін басты қаһарман ол Жиронаның бапкері Мичел. Ол да бапкер ретінде ашылып отыр ғой бізге. Біз оны баяғыдан ешкім пристально қарап жүрген жоқ. Сол үшін жыл жаңалығы деп мен өзім сол әдемі ақтап шықты өзінің нұсқасын, өз таңдауын. Жирона. Сен алдын ала біліп келген сияқтысың номинацияны, күшті көп сөйледің ғой. Дайындаламыз ғой біз. Базар жақсы. Любой момент сұрақ болады ғой. Номинацияға дайын негізі. Жыл жаңалығы деп та. Сендер қалай ойлайсыңдар? Мен жыл жаңалығы деп Қазақстан ұлттық құрамасын айтамын. Банальный нәрсе. Соны алып тастау керек сразу. Қазақстан. Банальный нәрсе. Ол себебі жыл жаңалығы емес қой. Не үшін? Былтыр да Қазақстан құрамасы күшті ойнады ғой негізі. Ұлттар лигасында бірінші орын лигасы мен биыл соның Еуропа жалғасы. чемпионатын іріктеу бөлек қой. Сосын Қазақстан ұлттық құрамасы және оның ойыншысы туралы әліп деп екеуін жыл жаңалығына қосқым келеді. Әліптің клубта негізі құрамда өнер көрсетіп жүргені, сол туралы жаңалық болғаны, бүкіл әлемге тарап кеткен. Қазір Реал Мадридке ауыстырайын деп жүр ғой адамдар оны. Жаза беру керек, біреу алып қалады. Везде связьдеш. Ұлттық құраманы Еуропа чемпионатына іріктеуді жақсы деңгейде өткізгені және сол ойындары қазақ халқы ішінде дүмпу болғаны маған жыл жаңалығы. Себебі бәрі футбол көретін сияқты атмосферада өмірінде бірінші рет сондай өмір сүрдім. Бәрі күтеді деп, бүкіл апайларға шейін, ағайларға шейін. Футболға дым. Анау бір видео тарап еді ғой, шелпек пісіріп жатқан. Апа. Қызық премияға шақыртып алды сол кісі. Да? Келме? Жолжанкер деген Семейде тұрады екен, алыстан келе алмады, бірақ видео жазып жүрді. Қуат Найман дос болайық, өйтіп футбол жамандай берме, мен саған да арнап шелпек пісіріп жүрмін. Жалпы осы ұлттық құрам туралы бапкер өте күшті айтты ғой, Магомед мысалы. Ол жаңағы жұмысқа келген кезде сол Финляндиямен болған ойынға қойды, Астана арена бір көп болса 10 мыңдай адам жиналғанда. Ал соңғы осы іріктеудің соңғы ойындарында Сан Мариноға аншлаг болды. 30 Сан Марино оған бұл осы жылдың ең басты жаңағы жетістігі ұлттық құрамаға қазір адамдар барады да, біз өзіміздің футболшыларға жанкүйерлік етуге. Бұрын Бельгияда Азарды көріп қайтайықшы деп жатқан адамдар жоқ та. Баяғыда сөйтіп Сәлімжан қалай ойлайсың? Менде не жыл жаңалығы Қазақстан ұлттық құрамасы дегім келіп отыр еді.
қазір енді мына жерде сол деген біртүрлі болатын сияқты. Бүйтіп қарайтын болсақ енді Жирона. Сен көшіріп отқандай болып қаласың ғой әлі. иә сол ғой сол атын уже көшіріп алдым. атын деші. Білмеймін, егер де бүйтіп қарайтын болсақ Жирона емес, маған жалпы Ана прикол енді жетті ғана. күліп ал. Шығып атпасын. Маған олай болатын болса Байер деп айтайық. Әдемі. Себебі Астон Байер Вилла ше. Астон Вилла енді Байер сияқты жасап жатқан жоқ қой. Байер мысалға Германия футбол тарихында болмаған барлық турнирлерде 25 ойынның 22-сін ұтып, 3-еуін тең ойнаған екен. Яғни 25 ойын бойы ұтылмаған. Оны жаңа Хаби Алонсо жаттықтырып жатыр. Ол жерде де жаңағыдай бір-екі ойыншық емес. Мысалға Бонифейсті алып тастайды, пшик шығарады, шоколадта хет-трик жасалады дегендей. Команда, налаженная система. Сол жағынан қарайтын болсақ, және де Байер Леверкюзен ешқашан Бундеслиганы жеңбеген команда. Мен биыл шын айтсам Бундеслигада мен Байерге жанкер болып тұрмын, себебі бір команданың жеңе бергені ол маркетинг жағынан болса да Харри Кейннің жанкүйерлері саған көз қойын деп отыр. Жарайды енді ол әркімнің өзінің несі ғой. Маркетинг жағынан да чемпионаттың қызуы жағынан да мен ойлаймын да қызық, егер де чемпиондар ауысып тұрса, мысалы біреу ұта берсе қызық емес қой. Сол сияқты Байер Ливеркюзен мен үшін осы жыл деп қатты ауыр кетіп қалады, бірақ осы маусымға жақынырақ келеді ғой жаңалығына. Есет төлеші сен үшін ше. Маған Астон Вилла қалып тұр ғой сондай. Жоқ, Ньюкасл. Жоқ, Ордабасы қалып тұр ғой саған. Ордабасын негізі айту керек еді. Сен айтуың керек еді негізі. Не үшін? Шымкенттенсің ғой сен. Екеуміз айтайын онда. Ол да Шымкенттен. Сен де Шымкенттенсің ба не? Сен тура көшіріпсің бір ме? Бәрінде. Қай жыл тудың? 95. Қай клубқа жанкерсің? Челси. Папаның аты кім? Тасболат. Болмай қалды ма? Болмай. Екеуміздің әкеміз бір ғой. Самал деген әйел табасам. Бірақ олай болмайды сияқты. Жаман қарадың. Жоқ, енді басқа Самал бар ғой құрсын. Әйелің аты Самал ғой. Жоқ, маған Астон Вилла. Ордабасының жанкүйерлері ренжімейтін шығар. Ордабасы енді биыл мықты ойнады ғой. Ол просто ақтөбелік болып отырып Ордабасы деп айта алмай отыр ғой. Кешірмейді мен ақтөбелік. Астон Вилла күшті ойнап отыр ғой биыл. Англия премьер лигасында 3 күннің ішінде чемпионды және вице-чемпионды жеңіп тастау, гол жібермей. Сендердің бәрін соңғы эффектпен отырсыңдар. Жоқ, соңғы эффект емес. Астон Вилла қашан бастап? 2023 жылғы андай несе қосылған таблицасына қарасаң Астон Вилла 2-ші орында. Унай Эмери келген кезде қанша 14-ші орында тұрды Астон Вилла. Унай Эмеридің Астон Вилламен осылай ойын көрсетіп жүрген сендер таңғалдыра ма? Жоқ. Мен таңғалдырады. Дәл қазір Англия премьер лигасында 3-ші орынның командасы қылу, мен шынымды айтсам күткен жоқпын ондайды. Сен Ситантаның архивында бая 2 жыл бұрын болған бір эфирді тапшы, Айбек Аллабергеновекіміз әріптес екеуміз отырғанда эфирде спорласқам, ол Астон Вилла 10-ші орыннан төмен болады деп айтып отыр. Ол кезде Джерард бапкер болды. Мен сол кезде айтқам, бұл құраммен негізі Астон Вилла кәдімгідей Еурокубоктарға таласатын құрам деп. Олли Уоткинс дегендер айырып жүрген еді ғой. Иә. Дейн Инкс. Джейкоб Рэмзилар енді Қақпада Мартинес. Эмилиано Мартинес деген. Мықты ғой негізі, әлем чемпионы ғой. Сол ғой. Жарайды, жылдың мысалға матчы деген бір банальный нәрселер керек емес, жыл ойыншысы дегенше өте қызық номинация бар менде. Жыл қисық деген. Мен басташы. Сен басташы, иә. Челсидан біреуді іздеп тұрсың ғой. Майкл Джексон ба? Челси футбол клубы. Бәрі ма? Николас Джексон. Николас Джексон, иә. Жалпы Челси футбол клубы неге жаңа XG-ге келетін болсақ, біз қазір АПЛ-да 2-ші ме немесе 3-ші орында тұрмыз. Және де осы соңғы Поттер болсын, Лэмпард болсын, қазір Почеттино келген болсын, бізде мүмкіндік жасаудан бір қандай да бір проблема жоқ та. Сол мүмкіндікті соғудан деген көп бізде мәселелері бар. Сол үшін мен жалпы жыл қисық аяғы емес, жыл қисық аяқты командасы деп Челси футбол клубын айтамын. Қанша жерден өзім жақсы көрсем де, қанша жерден жанкүйері болсам да, досшылатып айтады деген сияқты. Иә, бұрынғы Драгбадан кейінгі Диего Коста сияқты бізде қазір топ форвард болған жоқ. Жоқ та қазірде, қашан болатында белгісіз. От сол. Әлімжан. Дембо Дарбо. Менің сүйікті ойыншым ғой. Дембо Дарбо әсіресе ме соңғы анау Астана Аренадағы матчта пенальти теккені күйдірді ғой. Ол жерде бірақ қатты қисық аяқ қойған жоқ, бірақ До того күйдірді, есеға оған кәдімгідей өлең жүрді. Дарбо негізі менде Дембо Дарбо қандай? Дарбо биыл ең бірінші орын алатын адам сияқты бұл номинацияда. Нунес та бар, Нунес көп мен болып кетті ғой. Бос қақпаға тигіз алмай, бағанаға тигізіп, бірақ Дарбоға жетпейді меніңше. Дарбо ана жерден бағанаға да тигіз алмайды ғой. Негізі қисық деп еді ғой ол. Қисық аяқ қой.
Бұл жерде енді жаңа жанкүйерлік номинация болып кетті да. Сол үшін мен де Манчестер Юнайтедтің екеуің андай нелерді шығарып жатсыңдар ғой. Біреуді таққым келіп отыр, бірақ Харри Магуайр деп айтайын десең, қараша айының үздік футболшысы. Қараша айының үздік болған. Аяқ астынан. Сол үшін жалпы клуб деп айтайын десем, тоже Әлімжанға бір еліктегендей болып қалай деп тұр. Айтқым келмей тұрсын. Айтмай қойсын, өзі. Кім бар басқа қисық аяқ? Бізде қисық аяқтар толып отыр. Негізі онда Антони деп айта салайын, өйткені осы 23-ші жылы басталды ғой, анау қиқын-сиқын әңгімелер, мына қызды бүйтіп кетті, сөйтіп кетті деген. Қисық аяққа тығып жібере салайын деп тұрсың. Сол қисық аяққа, иә. Сол қызбен істеп жатқан нәрсесін бәрі қисық аяққа. Оған келетін номинация бар негізі бізде алда. Бірақ басқасына көше берейік, ол емес бірақ. Соған да тағы айта салған. Мен үшін Антони бола берсін. Жыл әділетсіздігі. Биыл әділетсіз нәрсе көп болған сияқты меніңше. Мен бастайыншы, айтып тастайыншы өзімдікін. Холландтың алтын доп алмауы бірінші кезекте. Үлкен бір әділетсіздік меніңше. Себебі Месси қанша дегенмен енді әлем чемпионы атанды ғой, бірақ бәрібір Холландтың деңгейінде маусымда енді үлкен қашықтықты Холланд сияқты ойнап берген ешкім жоқ. Маусымға беріледі ғой негізі. Сондықтан Холландтың алмауы үлкен бір әділетсіздік сияқты. Бірақ бұл жерде оправдывающий фактор бар ғой. Месси әлем чемпионатын ұтты, бәрі уже сол кезде алдыңғы. Бұл жерде мәселе мынада ғана сияқты, Мессидің ғана ұтқаны ше. Сол жағдайда мысалға Франция құрамасы ұтып кеткен кезде Мбаппе алмайтын еді. Меніңше Холланд алатын еді требл үшін. Бұл жерде Мессидің беретін еді. Жоқ. Әлем чемпионы атағын алып, мысалға соңғы 3 әлем чемпионы алтын доп алған жоқ. Франс футбол қалай Мбаппеге бермейді? Жоқ, қарашы. Бермейді. 2018-де алмаған. Холланд АПЛ. Чемпиондар лигасы, Кубок Англия. Бірақ сендер бір ұмытып атқан нәрсе. Пәленбай гол. Тоқта. Сендер ұмытып атқан нәрсе, алтын доп ол индивидуалды награда. Холланд жоқ соқты ғой. Холланд деген енді индивидуал ойнамады емес. Жоқ, соны түсініп отырмын. Мбаппе екеуі бір деңгейлі голдар соғып отыр ғой. Осы маусым соңында бірінші, екінші, үшінші, төртінші орында. Мбаппе, Холланд. Жоқ, жаңа сендер айтып отырсыңдар ғой, Франция мен Мбаппе ұтып соған берер ме деп. Соған берер еді. Өйткені ол 23-ші жылды да жақсы өткізді. Енді әрине ПСЖ-ні Месси өткізген жоқ қой, бірақ 2022-23-ті. Әлем чемпионатындағы бір айы бар. Сен Мессисін деп бере салып отыр ғой оған енді. Иә, сол ғой, сол рас қой. Ол енді әділетсіздік деп ертегі ғой негізі. Аргентина құрамасы армандады, Месси армандады, Месси сол арманына қол жеткізді, ертегінің әдемі нүктесі болды да алтын доп. Сол үшін ғана сияқты, меніңше әйтпесе маусымда кім алу керек еді? Алтын допты Холланд алу керек еді меніңше. Просто алтын доп ол жыл қорытындысы емес, жаңа маусым қорытындысы деп беріп отыр. Маусым ол меніңше Холланд. Просто обидный жері Холланд дәл сондай маусымды өткізе алмауы мүмкін да, екінші рет өз карьерасында. Левандовски сияқты. Левандовски 2020-да қалай ойнап тастады? Содан кейін қазір енді Барселона ойыншы. Жоқ, соны айтамын да, Левандовскиіне соған келесілерші. Талай дүние болып жатты ғой карантин кезінде. Жоқ, ондай санаса. Соны жоқ, бір есігін алдынан қойып кетіп, дезинфекциялап сыртын оняқа қашып кетіп, Левандовски пиар болады дейсің ғой. 2 күннен кейін алып кетсе де ананы ше алып. Ол жерде андай болды жағдай. Политика ғой. Франция чемпионаты аяқталып қалды ғой коронавирусқа байланысты. Сол бір 8-10 тур бұрын аяқталып қалды. Сосын француздар айтты, біз биыл алтын доп бере алмаймыз, себебі біздің чемпионат аяқталмай қалды, белгісіз. Сол 10 турдың ішінде Месси өздерінің чемпионатын биік қылып атқаны ғой, әлде қандай қылып атқаны ғой. Обидно Левандовски. Жыл әпендісі деген. Жыл әділетсіздігіне болды ма бәріміз? Айтқан, ойбай кешірім сұраймын. Есет өзі айтып болды ғой, басқа ешкім. Өзің айтып отырмын. Біз тыңдап отыра берейік. Бүйтіп очередьпен келейік. Әлеке, сенен бастайықшы. Сауди чемпионаты жыл әділетсіздігі сияқты, сол жаққа футболшылар кеткені және түк те бір қызық болған жоқ сол чемпионат. Қалай болады, қызық болады, көреміз бе, көрмейміз бе деп дауласып едік, топ 5 чемпионатқа кіре ма, кірмей ма деп. Сауди чемпионаты біріншіден ол не жағынан әділетсіздік? Ақша көп құйғанды ойыншылар алып кеткен үшін ба? Сондай құбылыс пайда болғаны өмірде. Және ол құбылыс мүлдем ақталмай қалғаны. Ақталмай қалған әділет шығар, бірақ жалпы адамның бір компанияның немесе мемлекеттің ақшасы болып, өзінің солай чемпионатын құра салу мүмкіндігі бар болған маған сәл әділетсіз. Сендер қалай ойлайсыңдар? Мен ойлаймын, бар деп ойлаймын жалпы. Бар. Как раз биыл құрылды ғой. 2023 емес қой, жалпы көп зат сол бар құрылғанда айтты ғой, ойбай. Футбол әділ болады деп ба? Басқаша болады, анау болады. Бірақ осы 2023-те көп деген сәттер болды да, вардың
ол адам отқаннан кейін адами фактор ол міндетті түрде болатын. Біреуге бүйрегің көріп отыр ма, көрмей қала саласың, шай ішіп кете саласың ше. Сол үшін мен үшін жалпы енді бұл жыл шыққан жоқ, иә, жалпы бірақ жыл әділетсіздіктері ол вардың шығарған шешімдері деп ойлаймын. Тоттенхэм Ливерпуль дейсің ғой мысалы. Одан да бөлек көп қой. Майда шейді. Мен қазір ойыма түсіп отыр тағы бір. Жоқ, айтсайшы, осы уақытқа шейін мысалы андай еді бір аяғың ұшы сәл шығып тұрса, не еді? Офсайд мысалға. Қазір оны алып тастайды, ол өзгерте береді да. Ол системаны дұрыстап жасап алып, бір жүйеге кіргізіп алған кезде, яна өйстіп салу керек еді деп ойлаймын. Орда басы леге бар ғой ше. Ол бар болмауы ол жақ. Бар болмауы. Керісінше. Оны айтатын болсақ, онда андай ғой, исландиялық төрешінің бірінші матчы жүргізген, жалпы Европадағы. Именно біздің ордабасын жүргізеді, 2 офсайдты санамай бар болған өте дұрыс негізі жігіттер, иә? Сен тағы бір нәрсе айтайын деп едім. Иә, Айта берсін. Айта берейін ба? Жоқ, сен айтса бірінші. Айта бер. Мен үшін осы жылдың болған әділетсіздігі деп отырсың ғой сен. Иә. Криштиану Роналду Иранда сотталып кеткен әділетсіз деп ойлаймын. Иә, қызды құшақтаған. Ау? Қызды құшақтаған. Иә, өйткені ол енді бір... Ол фейк болып шықты ғой. Фейк болып шықты ма? Иә, Иран Соны билігі. фейк болып шыққан әділетсіз. Болды онда. Келесі номинацияға өте берейік. Көмектесті жыл әпендісі. Жыл ақмағы. Бұл жақта енді футболда әпенді көп. Әрекет, неше түрлі әрекеттерімен көзге түскен. Мен әділетсіздігін айта салайыншы осы жылда. Иә. Қайтадан орала салайықшы 1 секундқа. Бізде оралуға болады. Иә, оралатын канал ғой негізі. Давид де Хеаның Манчестер Юнайтедтан қуылып кетуі сол әділетсіз, өте әділетсіз. Өйткені алтын қолға ұтып алған жаңағы қақпашы қазір клубсыз. Командасы жүр. Мойнаймын, мен онша емес. Ноутты десең. Онда жыл әпендісіне сен не қосырсың болады? Глейзерлер отбасын. Олар жыл емес, олар соңғы 10 жыл әпендісі ғой, иә. Қалай ойлайсың? Сендер айта берді, есіме түссе айтамын. Мен төрешіні ұрған түркиялық президент. Матчтан кейін. Фаруқ Қожа деген сол ма? Иә. Иә. Сабады ғой. Бірақ мен айқайлаған жоқ. Өйткен жоқ, мен оны құрып бүйте салдым, болды, сосын мен барып көргім келді дейді ғой, просто барып көргім келді дейді ғой. Ол масқа мойындамайды еще өзі. Қана қыз ол, иә. Жақсы. Мен ойыма келді кім? Айта бер. Сандро Тонали. Жалпы бәстіккен футболшылар. Жалпы бәстігі өзінің мансабын құрды. Соны айтамын, иә. Біліп тұрып е соны. Әпенде ғой, иә. Жаңа Глейзер деп идея тастадыңдар ғой. Бойли деп айтайын мен. Жындының жындысы ғой. Бүйтіп отырады. Бірақ ол жылдық емес қой. Сен деген Челсиға алып келіп жатсың ғой, бәрін байқадың ба? Жоқ, Бойлидкі жыл әпендісі емес қой. Неге? Былтыр басталды. О, былтыр 2022 ғой. Жоқ, 2023-тен бірінші трансфердің несі болды ғой. Енді соны алды, ананы алды, мынаны алды. Лони Мадуэкені алып келді 40 миллионға ПСВ-дан ше. Алып жатыр. Қандай да бүйтіп отырады да, так, қанша дейді? 70 дейма, все, болды, алам дейді, өсін алып кете береді ше. Ол не? Жарыс саудаласпай ма? Ромео Лавия ма деп бүйтіп па? Иә, әлі ойнап жатқан жоқ та, 9-шы орынға төлеміз ғой. Бұйырсын. Бәрің айттыңдар ма? Жоқ, мен айта алмаған едім, бірақ сен жаңа жол әділетсіздік. жоқ, ол әділетсіздік. Жол әпендісі. Әпендісі болып тұр. Опенда дейсің. Сол да болуы мүмкін, иә, жалпы сол бір клубты тапқым Мехди келіп отыр да. Эфенди деген бар еще. Қай клуб осы жылдың әпендісі болар? Эрик Тен Хаг қой, сен айтуың керек. Сөйтіп айтуым керек. Кәдімгідей топ бапкерден бейшара болып қалды ғой. Бәрімен Эрик Тен Хаг ұрысып. және Руди Гарсия ғой биыл. Сол Руди Гарсияның әпендісі десе болады, енді Тен Хаг әлі орнында тұр ғой, сол үшін пока енді шамалка боксингдейді көреміз деген әңгіме ғой. Әлі үміт бар ғой сенде онда? Әлі үміт бар болады. Боксингде көрмедің ба не, ұйықтап қалдың ба не матчтарын? Көрдік қой, қызық болды, алдың күн көрдік. Өтіп кетті ма уже? Сендер в будущем жүрсіңдер ғой деп. Келесі номинация өтеміз ба? Жыл камбэгі. Бірақ жігіттер, матч емес. Матч ол, меніңше матч десек бәріміз Қазақстан Данияны айтамыз. Сондықтан матч салған жоқпын. Жыл камбэгі. Футболдағы кез келген оралу ғой, былайша айтқанда. Оралу. Мен айтайыншы. Иә. Рой Ходжсон. Мен үшін керемет шал. 80-ге жақындап қалған ғой. Керемет шал деген бір шалдар ұнаймай ма саған сонда? Жоқ, шал да 80-ге жақындап қалған. 80-ге жақындап қалған ұнаймын. 76-та. 76-та. Әлімжанды берсе шалға бер, сақалымен емес. Осындай керемет нәтиже көрсетіп жатыр. Кристал Пэласты алып қалды ғой премьер лигада. Алып қалды. Қазір де жақсы ойнап жүр. Кеше мысалы Ситимен 2-2 ойнаған кезде мана қатты ұнатты. Гвардиола неқта жынданып, ашуланып сөйтіп қарап,
деп күліп тұр да, мысалға қарасаң 76-да, бірақ сол бір от бар да ішіндегі алау ше. Футболға деген махаббат әлі өшпеген да. Мен үшін жалпы жыл камбэк ол Рой Ходжсон деп ойлаймын. әдемі ойыма мүлдем келмепті меніңше. Мен үшін жыл камбэк ол Криштиану Роналдо. Таң қалмаңыздар, осы маусымда ең көп, жалпы осы жылда 2023 жылда ең көп гол соққан футболшылардың топ 5-іне кіреді. 50 голға жақындады ма? Асып та кеткен шығар қазір уже. Иә. 50-ден асып кетті. Асып кетті ма? 51 шығар. Иә, сол үшін Криштиану негізі сол Манчестер Юнайттен кетіп жатқанда бәрі айтты ғой, ол бұл пенсияға бара жатыр, ақша табуға бара жатыр деп. Футболшы ретінде қатты бір ешкім оны не істемей қалды, менсінбей бағаламай, ой, ол сосын қазірдің өзінде сол 50 голдан көп соқты, битті сөйтті деп айтып жатсақ та жанкүйерлер, ол енді Саудовский пролигада ол жерде гол соғу қиын ба деген сияқты. Қазір Алекемен бір жағынан сол келіспеймін, өйткені ол жерде басқа да тек қана Аль Наср емес, басқа да құрамдарға қарасақ, мықты ойыншылар. Ешкім көрмейді бірақ ол. Жоқ, оны ешкім көрмесе де, жалпы маркетинг жағынан мүмкін ұтылып та қалған шығар. Сол жергілікті енді жанкүйерлер оларға да бір сол жанкүйер болу мәдениеті қалыптасу керек қой. Сол жерден уақыт керек дейсің ғой. Иә, уақыт керек. Біз қазір сол телекартинкадан көріп, Сауди Про Лигасы аңғарды 50 мың сиятын аренада бір көп болса 5 мың адам отыр, ой, Криштиану жүгіріп жүреді да. Негізі ол бір соңында бір әділетсіздікке дұрыс айтты, бірақ соның өзінде Роналду сондай жоғары деңгейдегі футболист, жоғары деңгейде осындай маусым өткізгені мен үшін ол кәдімгідей камбэк. Өйткені Манчестер Юнайттен кетіп жатқан кезде бәрі оны уже закапывать етіп жатқан жоқ, әлі велик. Келсем, әдемі. Әлімжан? Мен сол Қазақстан Даниядан ары шығамай отырмын. Сен айтар, ойыма түс айтам. Камбэк меніңше Суперлига. Суперлига оралды. Ол енді бөлек әңгіме, қазір оны талқыласақ, әзір. Флорентино Перес ол керемет реформатор деші. Періп алды ғой. Бірақ енді білмеймін, ол қаншалықты тағдыры ұзаққа созылатынын, ол құрылмай қалуы да мүмкін. Себебі көп лига қарсы шығып жатыр ғой. Бірақ соттың FIFA мен UEFA-ға футбол тиесілі емес, кез келген лига құруға мүмкіндігі бар деп рұқсат беруі, Суперлиганы жақтауы Еуропа одағының соты. Камбэк меніңше. Бірақ енді ары қарай қалай болатынын көреміз ғой. Не болса да андай абыройсыз өшіп қалған проект еді ғой. Перестің факапы етті. Қазір соттатып алғаннан кейін Перестің қандай провалы бар дегенде, Суперлига десе, отып алды ғой соттан деп, мысалы. Жау жүруге әлем болады екен. Екі Әлімжан? Бар ма? Сен де камбэк? Рой Ходжсон айтты ғой. Рой Ходжсон. Сен қалып тұр екенсің ғой? Айтылап алайыншы дейсің бе? Қазақстан Дания дей берсең. Иә, сенің біреу айтсын. Қазақстан Данияны міндетті түрде айту керек қой бұндай. Сен айтты осыны. Қазақстан Дания деп ойлаймын мен жігіттер. Талқылаудың. Яғни сендер айтпайсыңдар соны. Мен айтуым керек. Екінші орында Қазақстан Финляндия. Сырт алаңда. Тамаша. Қазақстан Дания талқылаудың керегі жоқ деп ойлаймын мен. Түсінікті ғой. Сондықтан талқыламай қояқ, иә? Кеттік ары қарай. Соңғы номинация. Бізге қатысы бар номинация. Жыл комментаторы. Менде бар номинант. Баста сен онда сұрасың. 2022 жылдың жыл комментаторы деп өзімді айта аламын жігіттер. Себебі 2022 жылы қатты. Сценарийге сәйкес айтсашы, кішкене сені біз айта салатын едік қой, сен басқа әріптестеріңді қолдап. Онда мен кезең, Дидар басташы онда. Мен бастай салайын ба? Мен үшін осы жыл комментатор номинациясында Есбол Қарағұл деп санайды. Жоқ, енді жыл комментаторын береміз келесі жылы. Иә, әрине Әлімжан Асқар деп ойлаймын. Негізі осы жыл кәдімгідей бір қадам алға басқан сияқты, танымалдығын да, жалпы эфир деңгейі де өсті. Баяғыдай біз бастап атқан кездегі Әлімжан, қазіргі Әлімжан бұл жермен көктей. Көк сияқты, көктей сол үшін. Рахмет. Құтты болсын. Осыдан тоқтап қалма, ары қарайда прогресс. Мен айтайын. Мен ойымша Дидар Есенов. Жоқ, мен Дидармен келісем. Прогресс қатты болған өзін өтірік айтпай қойын. Бірақ мен 2022 жылы 2023-ге қарағанда қаттырақ алға қадам басып. Сен үшін бір андай трамплин болғаны сол әлем чемпионаты. Әлем чемпионаты, 2023-те үлкен ондай Энсо Фернандес екеуің бірге бүйтіп. Сол үшін 2023 жылда
шыны керек Ерсін Еріктің жылы деп ойлаймын мен. алып қойдың ғой менікі. 2023 Ерсін Еріктікі, себебі ұлттық құрамамен бірге Ерсін де бірге жүріп көтерілді. Ермұхамед Мәулен жылдың үздік комментаторы емес, жалпы ол анау ғасыр комментаторы деген ала салу керек та. Бұрын анау MTV-де артист года и певец года деген болушы еді Не ғой. үшін Ермұхамед Мәуленді вспоминать ете салдың? Не үшін енді Ермұхамед Мәуленді де мықты деп мойындап тұрмын, бірақ Ерсін Ерікке беремін деп айтып тұрмын да. Себебі дәл 23-ші жыл Ерсін Еріктің жылы ұлттық құраманың матчтарын жүргізіп, сол жақта көп еске қалды анау даланың болу кезіндегі ше. және немесе ана бұл даланың ерлері деген сол. Бірақ мен комментаторды сол бір фразасы үшін беруге қарсымын, өзім сондаймен алып кетсем де ше. Комментатор дегенді бірден 90-ші минутқа дейін қарау керек қой. Және Қазақстан ұлттық құрамасының матчтарын кімге тапсырасын, кім жүргізеді десе, мен Ерсін Ерікке беретін. Ермұхамед Мәулен комментатор сөзсіз үздік, бірақ дәл 2023 жылы бұрынғы жылдарға қарағанда Ерсін Еріктікі деп ойлаймын. Әлімжан, келісем. келісіп қоймайсың да? Мен де келісіп отырмын негізі ше. Не айтасың басқа? Басқа комментаторлар бүйтіп қарамайсың ба? Жоқ, қарайсың ғой енді. Бірақ енді Хотя бы Әлімжан Асқар десе, екіде екі қылып өтіріктен Әлімжанға. Ерсін бұл жыл қатты не қылды ғой енді. Биыл Ерсін Қатты. Ерсін Астанада, біз осы жақта жүрік. Ерсін сен көрсең енді өтірік ме? Или Бексұлтан дешеш. Биыл топ 5 лиганы жүргізіп бастады ол. бірден. Жоқ, ол енді прорыв года деп айтса болады. Бірақ анау неге үздіктікке Открытие года сондай. Ерсін онда 3-1 жеңіліп қалдың Әлімжан, ренжіме енді. Өзің бастадың еще Ерсін деп. Былтыр ұттың ба былтыр? Ұттың былтыр, иә. Былтыр алдың. 1-1 Келесі жылы есеп төлеш. үшеуміз таласамыз ба? Есеп төлеш. Үшеуміз таласамыз. Орыстардан кімді айтасың? Дидар, сен компетентныйсың ғой. Орыста жүргізетіндерден деп айтайын. Биыл меніңше 2023 жыл әріптестер ренжімесін, орыс комментаторлардың деңгейі түскен жыл деп есептеймін. Не үшін? Бұрын ылғи да орыс комментаторлар қазақ комментаторларға қарағанда мықтырақ болатын еді, ылғи. Қазір қазақ комментаторлардың деңгейі төмен емес және жоғары деп ойлаймын. Осы жылы былай ерекше атап кету ол Димаш Төлеген шығар. Иә. Димаш, орыс тілді қазіргі таңда сол. Бірақ оған да прорыв года беру керек сияқты бәрібір. Жоқ, прорыв деп айта алмаймын, бірақ сол бір жақсы деңгейге шыққан сияқты да, менің ойымша. Қазір сол Казспортта Дида Кадров кеткеннен кейін жалпы азақ қалды ғой, кім қалды ғой? Витя қалды. Дима Нестеренко. Дима бар, сол Димаш Ерболдар, иә. Ербол үйті ай жылда бір эфирі болады. Мен айтайын ба? Меніңше Дидар Есимов деген мықты комментатор. Биыл мықты болды. Мен андай Дидарға Спорт плюске ауысқаннан кейін көрініп тұршы. Сол үшін ғана қарау болады. Трансфер года. Жыл трансфері. Камбэк года. Трансфері. Қисық аяқ года. Бәрі осы Дидарға. Жыл жаңалығы. Жаңалығы дейсің ба? Әбенде года. Бір каналды тастап кетіп қалды. Қай жағынан қарайсың ғой? Сетанта үшін әпенді. Жаңалық спорт плюс. Қаяқта жүрсе де. Екі жағында болады. Бәрін деп жатсың ғой зато күшті. Иә, Қазспортқа бір барып келсе камбэк года болады. Әдемі номинация болды. 2023-ті қорытындылап тастауға болатын шығар, бірақ қорытындылаудың алдында 2023 жылы футболды қалай көргендеріңді тексергім келіп отыр. Сұрақ жауап болады. 10 сұрақ жылдам жауап берген адамға, ең көп ұпай жинаған адамға 10 000 теңге. Айқалай береміз ғой онда. Біз 100 жеңгенге мәз отырмыз. 10 000 теңге. Дайындалып отырсыңдар ма? Дайынбыз. Не сен қол көтереміз ба или? Жоқ, айтса салсын. Иә, кім бірінші айтады, соны есептейік бар ана. Оқушы ұқсап қол көтеріп қояйық, иә. Бірақ жамырап кетпеген, жан-жақтан айқайлап. Давай. Бірінші сұрақ. Биыл Чемпиондар лигасының финалында ойнаған жалғыз швейцариялық футболшы кім? Аканжи. 1-0. Ұмытып қалмайық, иә? Мен жазып отқан жоқпын. Әркім өзінікін санап отыр. Бит отыр. 1-0. Мен Ситидің пока составын өткенше мынау уже. 1-0. Наполи биыл чемпион атанғанда Лациодан неше ұпайға озып кетті? 20 ұпай. Жоқ. 23 ұпай. Жоқ. 21. 22 дейік. 19. Жоқ. 15. Давайте бәрің бір нұсқадан қайсың жақын соны алам. 17. Әлімжан. 21-де қаламын мен. Әлімжан. Ортасын алу керек онда 19. 19. 16 ұпай. 1-1. Наполиде 90, Лациода 74 болған. Тамаша. Биыл УЕФА суперкубогында қандай есеп тіркелді? 1-0. 1-1. Пенальти сериясы? Мен 1-0 дедім. 1-1 ма? 1-1-ді кім айтты? Жоқ, мен де 1-1. Мен айттым 1-1. Бәріміз 1-1 деп тұрмын. 1-0. Екінші жауабым 1-1 да? Ой, 1-1 дейік, все пропустили. Все, есепке алмайды. Мен дұрыс есімей қалыппын, сен 1-1 деп жақтасып отырмын ғой. Манчестер Сити мен Севилья. Пенальтидегі жауапты айта салайық та? Давай. 5-2. Жоқ. 5-3. 5-3. Жоқ.
Жоқ. құрса ғой кеттік дальше брат. Жоқ. Тауып аламыз ғой. сұрақ па бұл? болды таба салыңдар енді бір 4-2. сұрақ. жоқ 4-1. жоқ Жоқ болды. Болды енді. 5-4 5-3 пенальти сериясы ғой қалай болуы мүмкін ғой. Кеттік, давай келесі сұраққа. сауд про лигасындағы ең қымбат футболшы кім? Карим Бензема. Малком. жоқ А, қымбат футболшы сатып алынған емес дәл қазір Вейга. Құны. иә трансферлік құны бойынша Трансферлік құны ма? Рубен Невиш. Неймар? Неймар 45 миллион евро 10 мың теңге алып кетті қарап. Рубен Невиш 50 тұрады ғой. жоқ түсіп қалған мен дәл осы түсірілімнің алдында тексеріп алдым бәрін Спортекке еще бір балл алып тастайық. Неймар еще ойнамайды. Спортте отыр. 2 рет жол деп алыпсты мен спір. Бір сен де екі ұпай Ойнамайды жүр. ал дайын болыңдар Садио Мане. камбэк года иә болады мане қазір. қартайып қалды Мане уже Баварияда шереді ғой. Жігіттер камбэк года болады қазір. сенде 0 ма пока Е. мүмкіндік бар трансфер маркет нұсқасы бойынша дәл қазір челсидің ең қымбат футболшысы кім және оның бағасы қандай Михайло Мудрик 80 миллион. жоқ жоқ Энсо Фернандес емес Жоқ. па не? Мойзес трансфер Кайседо. маркет нұсқасы бойынша Мойзес Кайседо. иә 105. 105. 90 миллион евро Ну, нормально. мен екеуіңе сенгем негізі Екі Челсидің форы. Да. Рахмет саған. честно болсын деп мен негізі мен Кайседо. ойладым екеуің біреу челсиға жауап береді сосын юнайтедтен давай. сұрағын қояды Кет. дайындалыңдар Иә. Қазір шертеді қазір. осы маусымда барлық турнирде қосқанда манчестер юнайтедтің үздік сүрмені Мактомине. Мактомине. Иә, қанша гол 5. жоқ Жоқ, АПЛ-де 5 гол ғой. барлық турнирде Сен негізі барлық- дұрыс жауап берді дұрыс жауап берді Жоқ, АПЛ-де 5 гол. алты Алты. негізгі сұраққа дұрыс жауап берді Иә, ғой негізі негізі. 3-2 ма Ойладым. 3-2-0 3-2-0 Мен ағасы естімеймін. Қазір бөліп аламыз. 2023 жылы Лига 1-дегі ең қымбат трансфер қандай? Лига 1-дегі. Коломуани. Рендел Коломуани. 3-3 Усман Дембеле емес. Бас- Мане санын жасайтын 95 миллион евро Усман Дембеле Жоқ, 60 миллион болды ол- қателеспесем. иә, иә. 8-ші сұрақ жігіттер Аха. сенде шанс бар 8-9-10 үшеуіне жауап берсең сенде 3 па Е. жетіп аласың қазір Давай. осы маусымда топ 5 лигада мүлдем жеңілмеген жалғыз клуб Байер. Блин, қалай өзгеріп кетеді? Мане Санеге дайындалады ғой бұл деген 4-3 Англия премьер лигасында ең қымбат футболшы Эрлин Холланд екінші орында кім Бруно Фернандеш. жоқ Маркус Решфорд. жоқ Мойзес Кайседо. жоқ Ең қымбат футболшы дейсің ба? иә Холландтан кейін Дарвин Нуньес. жоқ Мохаммед трансфер Салах. нұсқасы бойынша жоқ Деклан Райс. жоқ үшінші орында тұр Деклан Райс үшінші орында ма? иә Трансфер маркет бойынша, иә. иә трансферлік құны ғой енді Альварес. жоқ Жоқ, қымаш ба? Альварес істеген жоқ. әлімжан ұра берсең бір нәрсе бір ұпай хотя бы Михайло Мудрик. жоқ Жоқ, Мудрик мен азғы Челсиден емес. Мойзес Кайседо 90 миллион. ғой. Челсиден емес. Мойзес Кайседо ма? Айтып қойдым оны брат. Райс 100 миллион қателеспесем Мгм. Холланд 160 ортасында біреу бар Букайо Сака. айтты Сака Айтып қойдым Сака дедім ғой. айтып қойды сенің ғана алдында айтып қойды Сака деп Блин, мен ана 120 миллион жас евро подсказка беріп жатқан. да не деп Мен айтайын ба дегенде мен түсіндім Арсеналдың футболшысы екенін. Болды бітті ғой да? Шанс жоқ қой. Неге? 4-3 қой қазір 4-3. 10 сұрақ бар ғой 4-3 болды. братан. Бесеу ғой да? бұда. Иә. мәссаған Соңғысы 10 сұрақ қоясың яғни может ұпай алатын Сен шығар бағана бөле салайық деп жатыр Жоқ едің. братан. 10-шы сұрақ 10 ұпай дейді. 2023 жылы Барселона мен Реал неше рет кездесті барлық ойында 3 рет. Жоқ, көп. Аял классикада ойнады. 6 рет. 6 рет молодец Мә. бір ұпай Камбэк! Красавчик. Құтты болсын. әдемі ойын бір ұпай 3 ұпай Бес 5 ұпай неге 9 болып қалды біреуіне Жоғана Иә, Сака шайып мен кетті, Байерді шайып мен кішкене тормозить етіп қалдым просто. еще сен мен қасымда отырсың ғой саған дыбыс Иә. бірінші жету керек қой құлағыңа Жоқ, маған в упор келе жатыр да, мен ақтан байлы келе жатыр. мен еще өзімше ойлап қойғанмын ғой ұпайларың бірдей болып қалса 11-ші сұрақ дайындап қояйыншы на всякий Соны базар қойса деп ше. енді. Соны қойшы. Қоя сал. Давай Без- онда. без этого. Бағана бұл оңай стенке потому что бұл саналмайды. уақытқа бұл Давай анау стенке саналмайды, қазір отқан жоқ адам жоқ отады. жоқ Әлімжан қанбек Келісем, боласың. келісем. Давай. Әлімжан Екіде бір ұтып тұр біз. негізі Әлімжан ұтты Бұны давайте просто шинаем. иә дәл қазір чемпиондар лигасының үздік сұрмергендері кім бәрін айту керек Бәрін? иә бірнеше футболшы Эрлин Холланд. бір ұпай пока что О. мына бөлек ойында мынау Роберт 4 Левандовский. футболшы бар Жоқ. А, Мактомине? жоқ Хаким Зиеш. жоқ зиеш Еме ғой екеу кіргізді, не болма. Холланд. Антуан Гризман. бір ұпай Родриго. кім Родриго. жоқ Джуд Беллингем. жоқ Винисиус Жуниор. жоқ Реалдан біреу болу керек қой по-любому.
Реалдан жоқ қой өкінішке қарай. Тоқса кім гол көп соққан? Лаутаро Мартинес бар ма? Жоқ. Сен білуің керек. Харри Кейн. Жоқ. Харри Кейннің өзі жоқ па? Жоқ. Джамал Мусиала. Жоқ. Жоқ, Манчестер Юнайтедтан ғой. Мактоменей дейді. Мен Манчестер Юнайтедті білу керек па? Бруно Фернандеш. Жоқ. Маркус Решфорд. Ай, Расмус Хойлунд. Бескол. Төртеу емес па? Бескол. Тағы біреуді ұмытып кеттіңдер. Өзім айта салайын ба? Айта салшы. Мората. Гризман мен Марата Екеуі Бесколдан ұмытты ғой осы маусымда. Не ғой? Расмус Хойлунд деген туралы бір қызық нәрсе дейін ба? Айтшы. Дубль жасаса команда сотылады деген көргенсіздер ма статистиканы? Жоқ. Қазақстан Дания матчында дубль жасаған, Дания ұтылып қалған. Галатасарайдың қақпасына, Копенгаген қақпасына дубль жасаған, екеуінде ұтылып қалған. Со, айтсаңдаршы сендер бір нәрсе қылып жеткізіп. Да, Либо 3 голға жеткізіп тастады, либо Или бір бір гол гол соқсын да, жетеді. иә, жүре берсін алаңда. Келгендеріңе рахмет жігіттер. Шақырғандар. Рахмет. Әлі алдағы уақытта шақырамын бұйырса. 2024 жылы Кеші үшін рахмет. ұтылып қалсаңдар ма? Иә. Подкаст жоспарда бар. 2024 жылы подкаст қана емес, подкаст көп қой қазір. Сұхбат болсын, басқа әйтеуір мүмкін қызық ойлар болса, контент болса көп болу керек 2024-те. Сіздерге де соны тілеймін. Контент көп болсын, өшпеңдер, сөнбеңдер, дами беріңдер, қаралымдарың көбейе берсін. 2024-ке мақсат айтып кетейікші. Иә, соған алып келе жатырмын ғой мен ақырында енді. Сен қоштасуға келе жатырмын деп қалдым. Жоқ, сөйтеміз да қоштасамыз ғой. Резко соң қалуы мүмкін сол кезде қоштастық ойлайсыздар ғой. 2024-те менің мақсатым дәл қазір мен бір өзім түсіріп жүрмін ғой. Дәл қазір бірінші рет міне сендермен бірге түсіріп жатырмын. Бүгін шамамен 29-30 желтоқсан, жаңа жылдың алды. Жылды осылай аяқтап жатырық. Жылды солай бастау мақсатта. Подкаст болсын, сұхбаттар, студияда үлкен түсірілімдер жасап, өзімнің YouTube арнамды дамыту және Telegram арнамды дамыту, жеке өзімнің енді былайша айтқанда нөлден өсірдім ғой, әупірімдеп жүріп. Соны дамыта беру, мейлінше және спорт комментаторы ретінде сетантада шамалы деңгейімді өсіріп, 2024 жылы мүмкін мен де бір номинацияларға ілігіп кетіп жатамын. Осы Есеттің айтқаны бар еді деп TikTokта жарып. Білген істеп жатыр деп айту керек па? Сондай бір нелер мемдер бар, соларды жаттап алу керек. Жаттап ал. Детский өлеңдер жаттап ал. Андай еще сұрақ соған жауап қойса болады мысалы. Гол ма не? Гол ма не? Сондай бір идея бар. Ұйқастырып бір нәрсе жасау керек та, сонымен 45 минут ол екінші таймның үшеуі дейсің ғой. Ондай емес қой бірақ. Ол емес па? Осы Шеффилд Юнайтедтен Билли Шарп деген бар еді ғой, соны жаңағы бейби шарп дегендей бар екен. Жоқ, қалай кетеді негізі? Манчестер Сити ғой ол. Манчестер Сити емес па? Фоден соқты. Жоқ, жаңа ән тауып аламын ғой, бір хиттер шығатын шығар. Сөйтіп 2024-тегі мақсат солай. Сендерде? Айт өзің. Мен анау өзінің Үйлену деші. Үйленші. Үйленген деген ойлашы, әйелі жібермейтін болып қалсын. Қатаң әйелдер болады ғой. Сондайға үйленсін деп жатсыңдар ма? Дидар келмейтін болса. Сондықтан ойлан сен, таңда асықпай. Негізі мен сондай қатаң әйелдер бар екеніне сенбеймін. Мен ойлаймын, ол чисто андай отмазка ретінде қолданылатын нәрсе да. Өздері шықсы келмейді да, сосын әйеліне жаба сала ма? Жаба салады сол. 23-ші жылғы өзіме 24 мақсат. 24-ші жыл ма? 23 бітті ғой, не мақсат керек? Ойланбаппын әлі ойланбаппын. Мен өзім Мен айта берейін онда. сол 31-ші жаңағы желтоқсан келгенде өзім толығы ойланып жатасың ба? Мына жақта президент сөйлеп жатады, 10 минут қалады, ойланып. Сол кезде не істеп. Сосын Әлеке сен айта бер. Мен 24-ші жылы енді жеке басымызға келетін болсақ, мен мақсат дейді ғой, жаңағы өзің теңін табу дегенде мына жаққа бір кольцо тағып алып, сол жақын арада құдай В общем, той көп болсын дейсің ғой. Қатарымызға қосып. Иә, мына жерде қырқып алып жіберетін адамға. Әйгерімге ма? Жоқ. Басқа Жалпы футбол Ляззатқа ма? Иә, брат. Жалпы футбол саласына келетін болсақ, жалпы мен өзімнің футболға осы келген кезде өзіме қойған бір мақсатым бар. Қазақ футбол жанкүйерлерінің қазақ футболына сенуді барынша үйреткім келеді. Қандай жағдай болмасын сеніп, сол қандай нәтиже болмасын құрамамен бірге болуға, қолдауға. В общем, ұтыламыз дегенге дайындап отырсың. Жоқ, ұтыламыз емес. Соған шақырғым келеді. Сол мақсатымды мен үшін егер де бір 5 адамнан 10 адам, 10-нан 15 болатын болса, мен миссиям орындала береді деген ойдамын. Сол мақсатты әрі қарай осы жылда барынша футбол Ой, сен бір андай миссияны қосып, мен де бір нәрсе айтуым керек еді сондай. Қазақ тілін дамыту, қазақ футболынан қазақ контентін көтеру деп. Құдайға шүкір қазақ контентін осы мақсатты жазып қойса болады. Қазақ контент. Атасы отыр ғой мына жақта. Рахмет. Еуропа чемпионаты финалын жүргізді. Сол үшін еңбек етемін.
қаңтардан бастап па. Не істейсің сонда сен? Бастыққа жазамын. ол Қасымовтың бастығына жаңа жыл құтты болсын. кішкентай гир сатып алады да тілін качет еді. Нағи Қалтайұлы жаңа жыл келе жатқан Камера құтты болсын. Әділет мырза. 13 шілде күні деп, 15 шілде күні деп па. Мен туған күнім еді деп. Еуропа чемпионатының финалын жүргізем және Қазақстан ұлттық құрамасының матчын жүргізем деген 2 мақсатым бар. Соны орындағым келеді және екеуі бір матч болса тіпті керемет. Жорстко айттың. Осы жерден негізі аяқтап тастау керек қой ше. сөйте салайық. Сразу түсіндіре салу керек қой мына жерде. Бірақ енді сөндірмей ақ қояйық, қоштасайық. Келе жатқан жаңа жылдарыңызбен келгенде шығар мүмкін көріп отқан шығарсыздар қазір жаңа жылда баршаңызды 2024-те қандай мақсаттарыңыз бар, жоспарларыңыз бар, комментарийге жазсаңыздар болады. Сендерге тағы да келгендеріңе шақырып рахмет. Келгендеріне шақырып. Рахмет саған. Шақырғанды қабыл алып мен қостым да екі сөйлемді уже біріктіріп жібердім. Каналың дамый берсін. Ой, маған тілек айтсаңдаршы. Иә. Сол каналың дамый берсін, өзің жаңа қойған мақсаттарыңа жете бер, Ситантаның үздік комментаторлары бола бер. Әлекеңнің орнын басты. Мынау негізі кола әшейін. Андай не жоқ. Осы жерден соғыс тұрған жерден бітіріп тастайық та әдемі қылып. Жақсы екен. Жаңа жылдарыңызбен.